Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Javaның 16 сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы жолдық деректер түрлері. Жол, string класымен танысатын боламыз. Және сабағымыздың мақсаты жолдық деректер және оның әдістерімен танысу. Сабақтың мазмұны келесі тақырыптардан тұрады. Жолдық деректер түрі string класымен танысамыз. String класымен жұмыс істеу әдістері және тәжірибе есептерін шығарамыз. Сабағымыздың бастапқы бөліктерінде string дегеніміз не екенін жалпылама түрде айттық және сабақ барысында оны қолдандық. Және сол класымен енді жұмыс істеу әдістерімен танысатын боламыз. String дегеніміз сөзді және мәтінді сақтау үшін қолданылатын айнымалының күрделі түрі. Яғни біз сөзді бір сөзден тұратын сақтауымызға болады, немесе келесі бір ғана сөйлемді сақтауға болады, немесе бір мәтінді сақтауға болатын айнымалыны string деп атаймыз. Осы үшеуін де сақтайтын күрделі түрі. Келесінде string класымен енді алдын ала жасалған кітапхана болады. Кітапханадағы әдістермен танысатын боламыз. Мысалы, length деген функция бар. Ол жолдың ұзындығын қайтарады. Яғни, мысалда көретін болсақ, string word деймізді, айнымалы hello деп жазамыз. Және int length деп word нүкте length десек, яғни hello деген сөздің ұзындығын қайтарады, ол бізде 5-ке тең болады. Келесі бізде string chart деген функция, оның ішінде бір индекс беріледі. Яғни берілген индекс бойынша жолдың таңбасын қайтарады. Мысалы, hello SDK дейтін бізде сөзі бар. Chart 0 десек, яғни 0 десек, бізде индексіміз 0-ден бастайтын білесіздер. 0-де қандай әріптір? H әріптір. 1 десек E әріптір. 5 деген бізде мұна үтір тұр. Өйткені үтір мұндағы бос пробелда символ ретінде есептеледі. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда 5 деген 5-дің таңбасын қайтарып тұр. Chart деген функция осылай жұмыс жасайды. Келесі әдіс ол бізде start with деген әдіс, ішінде сөз беріледі. Берілген таңба немесе сөз бойынша жолдың басы осы сөзбен басталған тексереді. Мысалы, алдыңғы мысалдан hello деген сөзді алдықта, word нүкте starts with h дедік. H деген әріптен басталған words, онда ол бізге true қайтарады. Келесі words starts with hell дейді, яғни бастапқы сөзіміз hell деген сөзден басталған. True деп қайтарады. Үшінші бөлігінде word starts with high дейді, яғни word бізде he деген сөзден басталған, high'дан емес, сол үшін бізге false деген нәтижені қайтарады. Келесі әдіс ол ends with, яғни берілген таңба немесе сөз бойынша жолдың соңы осы сөзбен аяқталған тексереді. Дәл сол сияқты low дегенмен тек аяқталған соң true қайтарғанда, okay деген сөзбен ешқашан аяқталмаған, words деген сөз ол false деп қайтарады. Мұнда жазылған айнымалы, қайсы айнымалы жазылады, соның мағынасымен салыстырады. Оны түсінген шығарсыздар. Енді келесі әдістеме ол бізде index of деп аталады. Ішіне бір таңба беріледі. Сол берілген таңбаның бірінші индексін қайтарады. Мысалы, ABC дейтін бізде сөз берілген. Word нүкте index of A десек, A дейтін таңбамыз 0 элементті тұр, сол үшін 0-ді қайтарады. Index of B десек, ол бізге мұндағы нәтижені интеджерға теңестіреміз, өйткені индекстардың айнымалының түрі ол сан, интеджер болып есептеледі. Index of B деген екінші орында тұр, яғни 0, 1, бірінші индекс болып тұр, 1-ді қайтарады. E дейтін таңба мұна сөздің ішінде жоқ. Сол кезде онда жауап қайтарады. -1 деген сөз, ол сөздің ішінде ондай әріп жоқ деген сөз. Last index of дәл алдыңғыдай функциясы бірдей, бірақ last деген сөз мағынасы соңғысын қайтарады. Мысалы делік A, B, C, D, E, F, A деген сөз берілген. Мысалы ретінде A дейтін екі әріп кездеседі. Last index of бірінші әріп емес, соңғы аны қайтарады индексін. Ол кезде 6 болды. B деген бізде 1, яғни мұнаны қайтарады. E деген мұна орында тұрған 4-ші индексін қайтарады. Келесі әдістеме ол replace деген сөз. Мұнда екі таңба беріледі. Берілген жолда барлық таңба 1 таңбаларын таңба 2 таңбасына өзгертеді. Яғни берілген сөз мұнда SDU деген сөз берілген болуы мүмкін. Біз оны жаңа айнымалы ашамыз, new word деп. Word
нүкте replace деген бағанағы әдістемен қолданамыз да u әріптерін c әріптеріне ауыстырып шық дейміз. Сол кезде бізде мұнда тұрған as the u деген әріптің орнына as the c дейтін жаңа сөз құрастырылады. Ал енді бір мысалдың ішінде, сөздің ішінде бір ғана әріп емес, көп әріп болса қалай болады? Дәл солай болады. L әріптерінің барлығын T әріпіне қайтарады. Сол кезде мұнда мынандай сөз пайда болды. Дәл сол сөзге қайтадан replace дедік та, O әріптерін U әріпіне ауыстырған кезде, сол кезде мұндағы L-дің орнына T жазылды, O-ның орнына Y жазылды. Оны replace жасаймыз да, өзіне теңестіреміз, соңында өзін шығарамыз. Келесі replace all және replace first деген сөздер. Replace all деген жерде, яғни берілген сөздерді ауыстырады. Мысалы, I love CPP and CPP деген екі сөз сөйлем берілген. Сөйлем ішінде CPP деген екі сөз қайталанады. Replace all деген кезде CPP деген сөздің барлығын Java деген сөзге ауыстыр дейді. Сол кезде жауабы I love Java and Java деген шығады. Екеуін де ауыстырады. Replace first деген тек қана бірінші тапқан сөзі ғана ауыстырады. Сол кезде I love Java and CPP. Екінші CPP қалып кетеді. Өйткені бұл жерде replace first, яғни бірінші деген сөз функцияның аты сондай. Және жасауы да сондай. Келесі әдістеме бізде split деп аталады. Split деген сөз бөлу деген сөз. Берілген сөз бойынша жолды бөліктерге бөліп, массивке сақтап береді. Мысалы, I love Java and CPP дедік та, мұндай массив ашсақ, string store деп, екі жақшамен теңдік та word split дедік та, мұнда бір сөз немесе таңба бердік. Мұнда таңбада пробел берілген, яғни мұнда сөздегі пробелдармен бөлет-бөлетті, сонда біздің for арқылы массивтің ішін ашып көрсек, бұлай бөліп-бөліп I love Java and CPP деп бөліп-бөліп берген. Яғни мұнда таңба пробел ғой, әр пробелмен бөліп берген. Келесі мысалды көрейік. Split дегенді store 2 деген массивке сақтан v әріппен бөліп бер деген. V әріпі қанша кездеседі бізде? Мұнда біреу кездеседі, мұнда біреу кездеседі. Сол кезде бірінші бөлік мынау I пробел low деген, екінші бөлікте E пробел JA деген, мына жерде көріп тұрсыздар оны. Үшінші бөлік мына V-дан кейінгі барлығы бөлінеді. Яғни V-мен бөлгенде сол бөлінген таңба өзі алынбайды. Келесі мысалы Java сөзімен бөлінген. Java деген сөз бір-ақ сөз ғой. Сол кезде мынау I love деген бірінші бөлік болады да, CPP екінші бөлік болады. Java өзі алынбайды. Дәл солай жауабында бұлай қайтарып береді. Келесі әдіс ол substring деген сөз, яғни екі индекс беріледі. Берілген екі индекс арасындағы жолды кесіп береді. Мысалы бізде мұндай сөз берілген. Мұнда ыңғайлы болсын деп сандардан тұрған сөз берілген. Substring деп 0 мен 5 индекс арасын кесіп береді. 0, 1, 2, 3, 4, 5 деген индекс кірмейді. Сол кезде 0 мен 4 арасында мына сөзді кеседі де, new word сонда мына сөзге теңеседі. Келесі substringке байланысты мысалды көрейік. Hello, my name is Қадырбек дейді. Word substring 05 деген кезде 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ні өтір. 0-ден бастап 4-ке шейін кесіп береді. Бізде subword деген hello деген сөзге тең болады. Келесі 0 мен 16-ның арасы, яғни 16-шы индекс, ол бізде мұнау пробел. Сол кезде ол hello, my name is деп кесіп береді. Енді бізге Қадырбек деген сөзді кескіміз келеді осы сөйлемнен. Бірақ кей деген, бірінші Қадырбекте кей деген әріптің индексін білеміз да, соңғысын есептегіміз келмейді. Сол үшін кейден 17-тен баста дейміз да, word'тың length'ына дейін алып бар дейміз. Length деген бүкіл ұзындығын қайтарады ғой. Бүкіл ұзындығына үшін Қадырбекті осылай кесіп береді. 17-ші индекстен бастап соңына дейін деген сөз. Келесі әдістеме бізде ол to lowercase, to uppercase. Яғни берілген жолдың таңбаларын барлық кішкентай әріпке ауыстырады. Uppercase деген берілген жолдың таңбаларын үлкен әріпке ауыстырады. Мысалы, мұнда hello деп бағанаға мысал берілген. To lowercase деген барлығын кішкентай әріппен жазды. To uppercase деген барлығын үлкен әріппен ауыстырып берді. Ал енді тәжірибе жұмыстарына кірісейік. Алдымен берілген тәжірибедегі есептерді бір қарап шығайық. Әдеттегідей презентацияда берілген кодтарды көшіріп жазасыздар. Мұнда сол барлық кодтар берілген. Ыңғайлы болу үшін бір файлда бұның барлығын жазып, түсініп, мұнда индекстерін өзгертіп, шыққан жауаптар нәтижесін тексеріп көресіздер. Және де бізге
өзіміз есептерді түсініп шығаруға 3 проблема берілген екен. Алғашқында осы есептерді оқып түсініп көрейік. Сөз беріледі, экрандағы оның 3-ші таңбасын көрсетіңіз. Қай функцияны қолданасыздар? Оны ойланып көріңіздер. Проблема 2-де сөз беріледі, ондағы 2-ші және 4-ші таңбалары бірдей екенін анықтаңыз. Яғни 2-ші мен 4-ші таңбаны аламыз да бір-бірімен салыстырамыз. Проблема 3-те сөз беріледі, сөздің басы және соңы бірдей таңба екенін анықтаңыз. Анықтау керек. Осы жерде түсінген болсаңыздар, бейнені үзіліске қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Үзілістен кейін дұрыс жауаптарымен тексерсеңіздер болады. Ал ендеше жалғастырайық. 16-шы деген проектті ашып, мен классымда ашып қойдым. 3 проблеманы комментария жазып бастадық. Сөз беріледі, string, сөз дейміз да, алы Java деген сөз берейік. Экранда оның 3-ші таңбасын көрсетіңіз дейді. 3-ші таңба деген бізде char деп айнымалы қолданады. Енді 3-ші таңбаны табу үшін char add деген функцияны қолданамыз, ішіне индекс береміз. 0, 1, 2. 3-ші тұрған v ғой, бірақ индекс бойынша 0-ден басталғаннан кейін 2-ші болады, 0, 1, 2. 2 дейміз да, есім принтерға s деп осы таңбаны шығарамыз. V дейтін таңба шықты. Есебіміз шықты. 2-ші проблемада тағы бір сөз беріледі екен. Тоғры осы функцияны өзімізге көшіріп жаза салайық. Ондағы 2-ші және 4-ші таңбалар бірдей екенін анықтаңыз дейді. 0, 1, 2, 3. Бізде 4-ші таңбамыз жоқ, соған қоса салайық. А деп 0, 1, 2, 3. Екінші таңба мұнда біз псевдокод жазып алайық. Индекстан. Екінші таңбаның индексі 1 де болады, 3 болады, өйткені 0-ден басталады. Сол кезде S1 деймізді бірінші таңбаны аламыз. S2 деймізді үшінші таңбаны аламыз. Енді бір-бірін тексереміз. Келетін кезде қандай функция бар? Бізде if функциясы бар. S1 тең болса S2-ге, онда екеуі тең деген жауап шығарайық. Else деймізді екеуі тең емес деген нәтиже шығарайық. Қазір жағдайда екеуі тең ғой. 0, 1, 2, 3. Екеуі бір-біріне тең. Ал неше тексеріп көрейік. Екеуі тең. Мұнда басқа әріпті қойып, тағы бір тексеріп көрейік. Тең емес. Нұсқасын көру үшін екеуі тең емес дейді. Дұрыс, тең емес. Бұл есепте бітті. Үшінші есеп сөз беріледі дейді. Жарайды, мына сөз тағы қолданайық. Сөздің басы және соңы бірдей таңбаны аяқтағанды тексеріңіз дейді. Біз 3 проблемада көбінесе char add қолдандық. Сөздің басын тексеру үшін char add 0 дейміз. Ал соңын тексеру үшін 0, 1, 2, 3 деп алсақ болады. Немесе біз length деп соңғысы -1 дейміз. Length қанша қайтарады бізде? 4 қайтарады. Соңғы индекс 3 қой. 0, 1, 2, 3. Сол үшін -1 деген операцияны орындадық. Енді екеуін тексереміз. Екеуі тең емес дейді. Ал ендеше кеттік. Біздің жағдайда екеуі тең емес. Бірінші J-да, екіншісі A тең емес дейді. Ал соңына да үлкен J-ны қойып көрейік. Тең деген сөз шығу керек. Екеуі тең. Болды. 3 проблеманы шығардық. Бүгінгі 16-шы сабақ осымен бітті. Дәл осы тақырыптарды 17-ші сабақта тәжірибе жүзінде шығарып, көбірек есеп шығарамыз. Сол 17-ші сабақта кездескенше сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.